Бүгінгі тақырып түрік пе, түркі ме? Осы атау төңірегінде болады. Жалпы қазір түрік десе ойымызға бірден Түркияда отырған түріктер келеді. Жаһанда олардан басқа түрік жоқ сияқты. Олардың ескіде Османлылар, Оғыздар, Селжүктер аталғанын қарапайым жұрт біле бермейді. Шындығына келсек, мына қазақ біз де түрікпіз. Түрік болғанда нағыз түрікпіз. Сондай-ақ Әзербайжан, Түркиядағы түріктер, өзбек, ұйғыр, түркмен, татар, қырғыз, башқұрт, қырым татарлары, қарайым, чубаш, қарақалпақ, саха, құмық, қарашай, балқар, тыва, қағауыз, алтайлықтар, хақас, ноғай, шор, тағы басқа халықтар барлығы түрік халықтарына жатады. Бәріміз түрікпіз. Ал енді барлық жерде айтылып, жазылып жүрген түркілер кімдер? Тарихты қарасаңыз, түркі қағанаты, түркі деген халық, түркі тілі, ондай атау болмаған. Ендеше бұл қайдан шықты? Түркі атауы саяси негізде қолдан жазылған атау. Мақсаты түрік халықтарын бір-біріне бөлу үшін. 20 ғасырдың басында Османлы болып келген Түркиядағы Анадолу түріктері Ататүріктің бастауымен түркі атауын өздерінің мемлекет атауы етіп алады. Өздерінің тарихты дүр сілкіндірген түріктердің бір жұрнағы екенін ұмытпас үшін. Сол сәтті пайдаланған коммунистік қызыл үкімет Түркиядағы түріктерден басқа түрік халықтарын бөліп алып билеу мақсатында жаңағы түркі, түрк атауын енгізіп, 1926 жылы Бакуде өткерілген жаңағы бүкіл халықтық бірінші түркология құрылтайында ресми түрде қабылдайды. Содан бастап түрк деген Түркиядағы Анадолу түріктер болып қалды да, ал басқа түрік халықтарының барлығы ендігі жерде түркі халықтары болып аталып жазылатын болды. Тарихты қараңызшы, бабаларымыз жазып кеткен ескі түрік руникасы бітік жазуында жазылған. Күлтегін, білге қаған, тоныкөк, мойыншор, долодо дейсіз ба, тағы басқа ескерткіштері түрік атауы ғана қолданылады. Түркі деген ештеңе жоқ ол жерде. Мен тәңіртекті, тәңірі яратмыш, түрік білге қаған. Түрік жұртым үшін түнде ұйықтамадым, күндіз отырмадым. Немесе орта ғасырда жазылған түрік жазба ескерткіштері Жүсіп Баласағанның Құдатқу білігі, Махмұд Қашқаридың Диван-лұғат атты түрк, Югунекидің Хибатлу Хақайық атты шығармалары. Одан кейінгі Рабғузидің Хисасул әмбиясы, Сайып Сарайдың Гүлстаны, Құтыптың Құсырау шырыны, Хорезмидің Мұхаббетнамасы атты поэмаларда бәрінде түркі деп емес, түрік деп қолданылады. Тіпті кешегі қазақ тұлғаларының бір-екі мысал келтірейін. Мағжан Жұмабай Түркістан ер түріктің бесігі ғой дейді. Немесе түріктің тәңірі берген несібі ғой дейді. Түркінің демейді. Алаш жолдаушылардың көтерген алаш мемлекетінің гимнін қараңыз. Арғатам ер түрік, біз қазақ еліміз дейді. Ұлы Әлихан Бөкейханды қараңызшы. Біздің түрік текті қазақ халқы деп жазып білген. Сұлтан Ахметте бұлардың түрік еті арғыз аты, әлемді тітіреткен салтанаты. Бүгінде азып-тозып күлкі болған, бұларда сол түріктің жұрағаты дейді. Ендеше қарапайым адамдарды қойып ғылымда жүрген қауым осы түркі деген атаудан бас тартып, түрік атауын қолданатын кез туды деп ойлаймын. Өзіміздің бұрынғы түрік, бүгінгі қазақ екенімізді ұмытпайық. Ұнаса, лайк басып видеоны таратып бөлісіңіздер, каналға жазылыңыздар. Сіздермен болған Нұрдәулет Есеғазы, Қазақтың мінезі айдарында.